Так, қазір мынаны барма көрейік. Мынаны аздау екен. Так. Сондықтан қазір барып мынауға барып келейік. Даланың температурасын көрейік. Далада -6 градус. Ал қазір велосипедпен барып келеміз. Так, велосипед айдау үшін -6 градуста. Мынау штаным ішінен киетін. Екеуі де созылмалы. Мынау сыртынан киетін. Adidas дейді. В общем, созылмалы шалбар. Ол жай шалбар киесің, бұтың бір жерде жаңағы айырылып атса жаман ғой. Сондықтан сондай созылмалы спорт киімін кию керек. Ал енді үстіме мынандай не киіп, мынандай содан кейін анау су өткізбейтін, бірақ ауаны өткізетін не сондай күртеше да. Соны киеміз. Басымызға енді анау қазір жолды көрсетемін. Жол тайғақ. Сол тайғақ болғаннан кейін басымызға анау шлем, велосипедистердің шлем киеміз. Так. Міне басқа мынау не шомылуға арналған бас киім. Ол анау мынау аяқта басқа да бір шлем бар еді. Мынау кішкене үлкендеу сияқты. Сондықтан осыны сыртынан киіп, жаңағы ненің жұқалауда анау бас киім шомылуға арналған, соны киіп жатырмын. Былайша қимылдаған кезде қимыл ғой велосипед айдау деген. Сондықтан міне мынадай қыстық аяқ киім. Бұл сырты су өткізбейтін матадан жасаған. Сондықтан және мынандай қолғап. Бұл не қолғап екен білмеймін, әйтеуір бір спорт қолғаптары. Спортқа енді ұқсас. Мына велосипедіміз. Қазір осы велосипедпен далаға шығып, жаңағы дүкенге барып келеміз. Азық-түлік алып келуге. Міне далаға шықтық. Жолды көрсетейін жолды. Жол көк тайғақ. Сондықтан абайлап, жайлап жүреміз қазір. Кішкене жел соғып тұр. Шығыс жақтан. Олар жел енді бізге ешқандай кедергі жасамайды. Мына айналамызды бір көрсетіп алайық. Кішкене қар түскен. Мына велосипедіміз. В общем, қазір жолға шығамыз. Кішкене реті болса жаңағындай не жолға шыққаннан кейін
мынау мұздан аршылған жолға шыққаннан кейін тағы да түсіремін. Міне қазір мынандай кішкене үлкендеу жолға шықтық. Үлкендеу жолдың мұздан аршылған құм себілген, жел артымыздан ұрып тұр. Енді мынау жағымызда не көрінеді? Енді анау шіркеудің жанында жаңағы не бір мұнара салып жатыр, антенна. Енді біздің неміз жақсылау болуы мүмкін да. Ал енді жолымызды жалғастырайық. Мүмкін мынау несі батареясы мынау суықтан нетуі мүмкін да, жаурап қалып істемей қалуы мүмкін. Сондықтан тағы бір жерде тағы бір тоқтап тағы бір жазып аламыз не болып жатқан. Енді жолды түсіруге мүмкіншілік жоқ. Жаңа бір мәрте құладым. Bir mərtə құладым, так что маған ол жетіп жатыр. Бүгінгі хикая болып кетті өзі. Ал осы. Қазір үлкен трассаға шықтым міне. Мынау жол. Әрине неден мұздан ажыраған. Бұл екі жолық жол. Мініп бәрі қарай жалғастырамыз. Немізді. Мен жаңа келген жерім мына жолдың арғы беті. Арғы беті жекеменшік үйлер. Міне жазыла бастады. Ал, міне велосипедіміз. Біз жететін жерімізге жеттік. Міне велосипедімізді мына жерге байлап. Негізінен мынау велосипедті байлайтын жер мына жер, бірақ дядя Вася дизайнер онша жасай алмапты осы несін велосипед байлайтын бағаналарды. Қазір мына ішіне кірейік. Это мына жақта жиһаз, үй жиһаздар. Fix price. Теперь айтасың. Ал сонымен азық-түлік алдық. Ал
Azık-түлік aldık. Қазір жолай тағы да сүт алу керек, нан алу керек. Басқа дүкеннен. Так, біздің арғымағымыз қалай? Тұр ма? Тұр. Так, мінеміз де кетеміз. Болды. Жолай тағы да түсіремін. Бүгін мынандай күндер жерде адам аз болады, түске дейін. Түстен кейін көбейеді. Сондықтан мен ылғи бәрін айтамын. Таңертең бару керек. Таңертең барған кезде жаңағы мысалға анау отельде тұрсаң да, отельде деймін да, қонақ үйінде. Таңертең мысалға не болатын болса, шведский стол. Шведский стол. Кеш тұрып, кеш барсаң, талан-тараж болып кеткен да жаңағы шведский стол. Сондықтан ерте тұрып, жаңағы әлі ешкім түртпеген сондай шведский стол болады. Сондықтан ерте тұрған ер жігіттің бірісі артық деген содан шыққан шығар. Гостиницада. Ал жарайды. Міне, қазір кішкене мынау жолды жазып алайын деп отырмын да. Анау бір 300 метр болса да жол жүрейін. 300 метр болса да осындай кішкене мынау мұздан аршылған жол мені. Ал мына 3 мәрте тұрсың әрі қарайды дейді. Ғана шама болмай тұрды. 3 мәрте мынау неге түймешеге басатын. Сондықтан қазір жаңа жаздым ба, жазған жоқпын ба, жаңа неден супермаркет, арзан қолы супермаркеттен шықтым. Азық-түлік алып. Соңғы қазір тағы да сүт, нан алу керек. Соған жолай мына алдымыздағы магазинге тағы бір соғып кету керек. В общем, сондай. Бір жана мына бейне камерамның несі өте кең дейді. Кең түсіру кеңдігі 100 қанша? В общем, 100 градустан астамау деймі. 107 деді ма? Мейлі, болсын болмасын, бірақ қайтер кеңдігі сөзбесінде соны көрсетейін деп болса. Қазір яқта бір тоқтап алайын. Тоқтап, содан кейін 3 мәрте тұрту керек дейді. 2-3 қайсын тұртыды? 1-2-3 Ну, үшін болмады. Ладно, жарайды. Осымен тоқтатайық. Міне анау дүкенге келіп қалдық. Сөйтіп міне неден екінші дүкенімге кіріп шықтым. Сүт, нан, анау деген сияқты. Оны бәрін алып, енді үйге жақындап қалдым. Мынау төбеде ғой, төбеде біздің. Сол мынау шіркеудің маңайында. Осы шіркеу осы жоғарыда. Енді мына айналадағы көрініс осындай үш жерден.
біраз ойларым бар еді жаңағы айтып беретін. Соны айтып берем ба, айтып бермеймін ба деп. Жаңағы енді жұрт әбден біліп қалды менің жаңағы осындай рюкзак арқалап азық түлік алатынымды. Әдетте мынау дүкенде сұрайды сатушылар. Пакет аласыз ба деп жаңағы. Қой. Қазір сұрамайтын болды. Сіз рюкзак. Bir жағынан бас киім шешпеймін да, ана көрініп тұр ғой мен велосипедші екенімді. Жарайды, енді жетіп алайық енді.